Сәлеметсіздер ме? Геометриялық заттардан құралған натюрмортымызды жалғастырамыз. Бүгінгі екінші кезеңімізде біздер натюрморттың заттарымыздың жарық көлеңкедегі реңдерін шешетін боламыз және негізгі өңдерді көрсетеміз. Алдымен заттарға қарай отырып, біздер міне қағаздың бетінде негізгі үйлестіру сызықтарын жүргіздік. Бұл кубтың табандарын көрсеттік, цилиндрді, пирамиданы үйлестіріп болдық және жазықтықтың қырларын көрсеттік. Және солай бола әрі қарата әрбір заттың түспе көлеңкелерін анықтап көрсетіп жібереміз. Осы тұста бізге жарық, табиғи жарық қолымыздың сол жағынан түсіп тұр заттардың. Және заттарға қарай отырып, ең ақ нүкте мен ең қара нүктелерді анықтауымыз керек. Ол үшін қарап отырып қойылымға ең жарық түскен бөліктер бұл ақ цилиндрдің беті, кубтың беті және жартылай өң бұл пирамиданың мына жарық түскен бөлігін айту керек. Ең қою нүктелер бұлар түспе көлеңкелер және алдыңғы қырларын көрсетуге болады және артқы матаның өңдерін айтуға болады. Осылай өңдерді салыстыра отырып, жарық көлеңкедегі реңдерді анықтап жұмысты жүргізуді бастаймыз. Біздің жағдайымызда геометриялық денелер аппақ дене болғандықтан, алайда оның бетінде негізгі көлеңкелері де бар, өзінің реңдері де бар. Мысалға қарап отырсақ, мына кубтың негізгі жарық бөлігі цилиндрдің мына меншікті көлеңкесіне жарық беру арқылы шағылысады. Осы тұста міне сәл ғана шағылысты көруге болады. Оны рефлекс деп айтамыз, шағылыс. Және екеуінің қиылысқан жері сәл көлеңкесі қанық болып көрінеді. Өйткені біз кубты алдыға шығаруымыз керек. Салыстырмалы түрде өңдерді қарап отырып, жұмысты негізгі штрих сызықтарын бастауымызға болады. Бұл меншікті көлеңке, түспе көлеңке және заттың денесін көрсету арқылы штрихтау жұмыстарын жүргіземіз. Жұмысты штрихтамас бұрын, өңдерін бермес бұрын, заттардың артық сызықтарын өшіріп алып тастаймыз. Бұл негізгі ойыстық сызықтары, жанама сызықты және қосымша сызықтарды алып тастай отырып, жұмысты дайындаймыз. Сонымен біздің геометриялық денелердің жарық көлеңкесін берудегі негізгі өңдерді көрсеттік. Штрихтың үлгісімен біздер жарықтың гипсті денедегі жарықтарды қалдырдық. Және артқы астардың фондарын штрихтарын қостық, өңдерін. Және алдыңғы қатар жазықтықтың қырларын күшейттік, өңдерін. Сонымен қатар түспе көлеңкелерді бастық. Ол түспе көлеңкелер заттың қырларынан, табан қырларынан басталып
түспе көлеңкенің бағытына қарата осылай штрихты соза отырып мінекей өңнен өңге өту арқылы жарықтатамыз. Және цилиндрдің табандарынан да түспе көлеңкені қатты күшейте отырып кубтың денесіне келген кезде сәл ашықтанады. Себебі кубтың бетінде жарықтың сәулесі мол түскендіктен және цилиндрдің бетінде шағылыс бар. Әрі қарата ең шығыңқы бөлік бұл пирамиданың табан қырлары, бұрыштары мінекей. Осы тұстарды баса өткені бізге алдыға шығаруымыз керек. Келесі кубтың денесіндегі өзінің көлеңкелерін анықтап қарасақ, жарық, жартылай жарық, меншікті көлеңке. Меншікті көлеңкенің қырларынан, кубтың қырларынан баса отырып, денесіне штрихтау арқылы, өңнен өңге өту арқылы қабырғаға штрихтарды созамыз. Бұл жерде сіздер шамалы жарық бөлікті көріп отырсыздар. Себебі негізгі түскен сәуледен төменгі жазықтықта кубтың бетіне шағылысу ретін көріп отырсыздар. Осы жерде міне шағылыс ретін қарап отырсыздар. Шағылыс реттерін шама ашықтау штрихтар қалдырамыз. Мінекей сонымен біздер бүгінгі сабақта геометриялық денелердің негізгі өңдерін көрсеттік, қырларын көрсеттік, түспе көлеңкелер, негізгі меншікті көлеңкелердің заттардың негізгі өңдерін бердік. Енді келесі сабақта бұл жұмысты тұтастығын қараймыз, заттардың ауқымды көлемін шығарамыз және аяқтауға жақындайтын боламыз. Сау болыңыздар.